Ынтымағы мен бірлігі жарасқан Майақұм ауылы округі үшін ағымдағы жыл жақсы жаңалықтарға толы болды. Көптен бері тұрғындардың көкейінде жүрген ауыз су жүйесі өз шешімін тауып келеді. Сондай-ақ ауыл округіндегі көшелерге жөндеу жұмыстары жүргізіліп, толыққанды жарықтандырылған. Ауылдық округке қарасты 27 ішкі көшенің бүгінде 25-не жөндеу жұмыстары жасалынған. Ауылда бұқаралық спортты дамыту, жастардың бос уақытын тиімді пайдалану мақсатында балалар ойын алаңшасы салынып, ел игілігіне пайдалануға берілген. Келесі жылы ауылға жаңадан спорт кешенін салу жұмыстары жоспарланып отыр. Наурыз ауылы деп айтамыз, сол көшенің 4 жолын асфальттап бердік. Ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында орталық көшемізді асфальттадық. Сосын ауыз су жүйесі бізде біраз күрделі мәселелердің бірі. Ол бойынша облыс әкімі тапсырмасымен Нұралхан Оралбайұлы көшерттің мына жерден скважина қазылған. Қостерек елді мекенінде, Шеңгелді елді мекенінен ауыз су тартылып жатыр. Сет мәселесі де біраз күрделі мәселелердің бірі тұғын. Қостерек елді мекенінде Белайын. Ол мәселенде ауыл тұрғындарының атына министрлікке хат жазылған. Сол бойынша қазіргі таңда мұнарасы қойылып, осы қойып жатқан кісілердің айтуы бойынша декабрь айының басында қолданысқа береміз деген уәделері бар енді ол кісілердің бізге. Енді тағы да бір 2 көшеміз жарықтандырамыз. Өзбекел Жәнібек, Әліпбек ата көшелерін. Осы акті бойынша бізде 27 көшеміз бар. 27 көшеміздің 25 көшесі уже асфальттанып бітті. Енді 2 көшеміз ғана қалды. 2 көшеміз асфальттанса, сонымен толық асфальт болады. Мұнан бөлек Майақұм ауылы округіндегі 5 елді мекен ауыз сумен қамту құрылысын нысанына ұлттық қордан 174 миллионнан астам теңге қаржы қаралып, нысан ел игілігіне пайдалануға тапсырылған. Айта кету керек, Майақұм ауылының тұрғындары кәсіпкерліктің түрлі саласын игеріп, өздерінің еңбекқорлығы мен ізденімпаздығының арқасында өзгелерге үлгі болып келеді. Мәселен, Майақұмдық ағайындар Ресей еліне қауын сатумен қатар қауынқақ, қауынқұт өндірісін қолға алған. Сонымен қатар егін және мал шаруашылығымен қатар жылыжай ісі де қарқын алып келеді. Осы жайттарды ескерген ауыл әкімі тұрғындарға кәсіпкерлік саласы, оның ішінде шағын және орта бизнесті дамыту бүгінгі күннің басты талабы екенін айта келе, осы мақсатта мемлекет тарапынан қолдау да көп екенін жеткізіп жүр. Таза Қазақстан бойынша трактор алғанбыз. Сонымен күнделікті, сосын жұмыссыздықтан бір 40 шақты апайымыз бар. Сол кісілер көше-көше бөліп бергенбіз әрқайсысына. 2 көше, 3 көше. Сол кісі күніге азанда кешкі айналып тазалап шығады. Сосын өзімді айналып көріп шығам. Арттарынан тазаланбаған жерін айтам. Инфрақұрылым тазалық жөнінде маманым бар. Сол кісіге айтам. Мына жер тазаланбапты, мынаны алыңыздар, мынаны бетіңіздер деген сияқты. Айта кетейік, Отырар аудандағы Майақұм ауылдық округі Шәуілдір ауылынан шамамен 70 шақырым қашықтықта Сырдария өзенінің батыс бөлігінде орналасқан. Жалпы ауылда 572 отбасы тұрады. Тұрғындар тарапынан суармалы жер, ағын су, ауыз су, кәсіпкерлік саласы бойынша әрбір кездесуде заң аясында оң шешімін табуға қолдау көрсететінін айтып, ауыл әкімі мамандар тарапынан тұшымды жауаптар беріліп, жұмыстар жасалынып жатқанын тілге тиек етті.